Профессор Рачинский ақылынан адасқан. Залда бір сәт үнсіздік орнады. Тыныштықта артынша профессор Рачинскийдің өзі бұзып тебірене толғап сөзін жалғады. Әрине, сіздердің айтып отырғандарыңыз орында. Сөздеріңіздің жаны бар, толықтай қосыламын. Жер астымызда қазба байлықтар көп. Тек ескеруге тиіс нәрсе, аталмыш қазба байлықтың бәрі тым тереңде жатыр. Мамандар бұл байлықты шығару үшін үміт пен табандылықты ту етіп жер қойнауларын бұрғылап жатады. Рухани байлық та осы секілді, халқымыздың рухының тұңғиық тереңінде көміліп жатыр. Көмір, тұз, темір дегеннің бірі де жер бетіне өздігінен шықпайды. Адамдар жерді қазып жүріп шығарады. Міне, мен де халқымыздың санасы мен ұжданының түкпірінде бұғып жатқан жауһарларды жарыққа шығару үшін өзімнің туған ауылыма жол тартып бара жатырмын. Сонда өзі ақылды, өзі жас, көптің көзіне түсіп, геология ғылымында тәуір жетістіктерге жетіп үлгерген, кейіннен әлемнің таңдаулы университеттерінде дәріс оқыған Павлов есімді профессор Рачинскийдің сөзіне былай деп ес білдірді. Құрметті профессор, сіздің шынайы орныңыз шахта тұңғиықтарында емес. Сіз мансабы биік, білікті инженерсіз. Қарапайым қатардағы шахтер емессіз. Атадан қалған асыл сөзді, мына бір даналықты қаперіңізге салайын. Үлкен кемелер үлкен сапарларға шығады. Сіз жолаушыларды өзеннің бір жағынан екінші жағына таситын бір ескекті кішкентай қайық емессіз. Сіз мұхиттарды бағындыратын трансатлантикалық алып кемесіз. Ақылынан алжасты деп ойлаған досын жөнге салу үшін жиналған басқа профессорлар да жас геологтың сөзін құптап бәрекелді. Профессор Рачинский үкілі үміті үзілгендей болып, басын шайқап тұрып бұлай жауап қатты. Сөздеріңізден құрмет пен ізетке лайық сөз таппадым. Меніңше, бұл қошеметіңіздің де ешбір мәні жоқ сияқты. Сіздердің айтқандарыңыздай-ақ болдым делік. Мен де өздеріңіз теңеген мұхиттарды асатын трансатлантикалық кеме бола қояйын. Алайда сіздер де өте жақсы білесіздер ғой, халқымыздың надандығы да мұхит секілді екенін. Миллиондаған ауыл адамдарының надандығымен күресу үшін буыны қатып, бұғанасы бекімеген, тәжірибесіз мұғалімдерді жіберумен шектелеміз. Неге қалалықтардың үйлерінің терезелері кең болады да, ауылдағылардың терезелері шағын ғана, шыныдан болуы тиіс? Неліктен шыны терезелері сынғаннан кейін, қағаз не бөз қиындылармен жабуы тиіс? Сонда ауылдағылардың жарық пен жылуға, һәм таза ауаға бізге қарағанда азырақ мұқтаждығы бар деп ойлайсыздар ма? Бірақ сіздер білесіздер ғой, үлкен терезелерге үлкен шынылар керек екендігін. Ал олар өте қымбат. Міне, сондықтан да ауылдағылардың бірқатарының үй салғанда тіпті қабырғаларына терезеге арналған орын қалдыруға дәті бармайды. Тәрбие мен білім саласы да осы секілді. Ауылдарымыз қазіргіден де жақсырақ, қазіргіден де тереңірек білім беретін мектептерге зәру. Алайда бұлар қымбатқа түсетіндіктен ауыл халқына сапасы төмен әрі мерзімі қысқа болған білім сұнғысы келеді. Оқыту мерзімі қысқа әрі білімі сапасыз мектептеріміз сіріңкенің бір шиінің болымсыз оты секілді, жарықта, жылу да бермейді. Жарығы бірнеше секундқа ғана жетеді. Жан-жағына, төңірегіне тек бірнеше шаршы метрлік жерге ғана сығырайып жарық береді. Ұлтымыздың санасындағы қараңғылықты сейілту үшін теңіз маягі секілді жарық шашатын үлкен лампалар мен прожекторлар керек. Мінекей, мен осы шешімім арқылы туып өскен ауылымда білім мен тәрбиенің алып алауын жаққым келеді. Жас геолог Рачинскийдің сөзіне былай деп қарсылық білдірді. Бірақ сіз бұл ісіңізбен университетіңіздегі үлкен алауды сөндіріп жатырсыз. Рачинский, университетте менен басқа да алаулар бар. Тым болмағанда өсірген шәкірттерімнің біреуі болса да орнымды басады. Елордадан шалғайдағы Татева ауылында болса қою қараңғылық билеп тұр. Ол жер менің кіші отаным ғой. 100 миллион халқы бар Ресейде біршама адамдардың санасын тұмшалаған қою қараңғылықтың ішінде тұншығуда. Бір адам да сол шам секілді емес пе? Егер шам жанбаса, айналасына жарық бермесе, адам өмірінің мәні неде? Сіздер де жақсы білесіздер ғой, Ресейде жанбаған миллиондаған шам бар. Үлкен бір ғибадатхананы елестетіңіздерші. Қиялдарыңызға ерік беріңіздер, ол мейлінше үлкен болсын. Біздің еліміз секілді үлкен болсын. Бұл елде өмір сүріп жатқан барлық халық аспа шамға ұқсайды. Ұлтымыздың әрбір өкілі осы бір аспа шамның бір шамындай. Енді барлық шамның бірдей жарқырап тұрғанын,
сөнбей, бірге жанып тұрғанын елестетіңіз. Мұндай көрініс қияли немесе шынайы болса да, адамға неткен жағымды әсер сыйлаған болар еді. Мырзалар, бұл көріністі тағы бір елестетіп көріңіз және еліміздің мүшкіл халіне тағы да көз тастаңыз. Жиі орыс халқымен мақтануды білесіздер. Ал маған айта аласыздар ма, саны 100 миллионнан асып жығылатын бұл халықтың біздерден, ғалымдар қауымынан алған жарығы қайда? Бұл сұрақтан кейін Рачинскийдің достарының аузына құм құйылды. Тек жас геологтың дауысы шықты. Сіз өзіңізді өте арзан бағаға айырбастап жатырсыз. Ауыл мектептеріндегі мұғалімдікке күллі Еуропаға танылған профессорлығыңызды айырбастап жатырсыз. Рачинский бұл сөздерге де ызалы күлкімен жауап берді. Мен үшін бұл сөздеріңіз өте күлкілі әрі орынсыз. Шындығында мен ештеңе де жоғалтайын деп тұрған жоқпын. Жастық шағымның армандарын ақиқатқа айналдыру үшін өз ауылыма кетіп бара жатырмын деп әңгімесін жалғады. Жау қолындағы ең құнарлы жерлерді жаулап алған адамды қалай? Жаулап алушы батыр демейтін бе еді? Мен бұдан көп нәрсе тындырғым келеді. Менің туған қаламда 10 миллионға жуық адам өмір сүреді. Міне, осы халықты надандық пен білімсіздіктің қою қара бұлтынан құтқарғым келеді. Бір рет болса да ойланыңыздаршы, 10 миллион адам. Егер осы адамдарды оқытатын болса, небір білгірлер, өнер адамдары, әдебиетшілер, ғалымдар, қысқасы, әр салада ұлтымызға ұстын болар ұлыла шықты. Басқа профессорлар үн-түнсіз қалды, тек жас геолог қана Рачинскийдің сөздеріне реніш білдіре отырып жауап беріп жатты. Енді бәрі түсінікті болды. Сен барлығымызды ауылдарға мұғалім болып бару үшін үгіттеп ақылымызды арбап жатырсың. Олай болса, жолың болсын, іске сәт. Рачинский. Әлбетте, олай емес. Сіздерді көндірейін дегенмен жоқ. Ақылдарыңызды арбайын деген ойдан да аулақпын. Менің жүрегім өз ауылыма тартып тұр. Мен туған топырағыма кетіп барамын деп жауап берді. Геолог. Достым, біздің барлығымыз көріп тұрғанымыздай, сен шынымен ақылыңнан адасыпсың. Сені көндіру де қиын сияқты. Жолың болсын, деді. Басқа достары да профессор Рачинскиймен қоштасты. Рачинский залдан шығып бара жатқанда, зиялылар өз араларында былай әңгімелесіп отырған еді. Бұл адам біраз ғажап дүниелер жасағалы тұр. Алайда ақылында одан да зоры бар сияқты.